Абу Талиб деген пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдың авасы, пайғамбарыбызды қорғап, пайғамбарыбыз Мұхаммад алейхиссаламды көптеген проблемалардан сондай тосып жүрген Абу Талиб болған. Бұл Абу Талиб пайғамбарыбыздың динін шын екендігін дағы жүрегі менен түшініп біліп тұрса дағы, бірақ ошол иман туғандар нәсіп еткен жоқ. Аллах субханала ва таала Құранда пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Абу Талиб өлім төшегінде жатқан кезде аябай сұранып, ла илаха иллаллах, ушул калиманы айтып коюуну ушунчалык өтүнгөндө дагы авасы бул калиманы тилине, оозуна алган жок. Аллах субханала ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтты: "Иннака ла тахди ман ахбабта, валакин Аллаха яхди ман яша." Сен о Мухаммад сүйгөн, жактырган адамдарыңды, сен каалаган адамдарыңды туура жолго сала албайсың. Жараткан кудуреттүү Аллах каалаган пенделерин туура жолго салат. Тугандар, ошон үчүн бүгүн мисалы мына бир үй бүлө боло турган болсо, мына